Баршаңыз көріп отырған шығарсыздар. Мынау референдумға 20 миллиард 800 миллион теңге бөлініп жатыр. Неге деймін, қазір бізде министерство бар, иә? Не деген искусственный интеллектпен. Сол тұрғанда оның не керегі бар деймін да. Егер мынау петиция сияқты болады ғой, петиция жариялайды, сол кезде адамдар дауыс береді, иә, соған келісе ме, келіспей ме деген сияқты. Сол референдумда да соған бір тиын шығармай, тағы да айтып кетем, соны істеуге болады. Мынау 20 миллиард 800 миллионға қаншама мынау жүрген адамдарға көмектесуге болады. Пәтерсіз, тағы да қаншама мынау ұсыныстар жасауға болады адамдардың мынау өмірін жақсартуға. Бірақ жоқ, өздері бюджетте ақша жоқ дейді. Мынау пенсияларын көтере алмай отыр, социальный статустарын көтере алмай отыр, адамдардың жалақыларын көтере алмай отыр. Бірақ мынандай нәрсеге 20 миллиард 800 миллион деген не? Ол тағы да мәжбүрлеп, мынау қалай еді, мұғалімдерді мәжбүрлеп, сол мектептерді тағы да соның ішінде түсініп отырсыздар ғой, енді ол не нәрсеге әкелетінін көріп жүрміз ғой. Алдындағы референдумдарда, сайлауларда қалай істеп жатқандарын мұғалімдерін білесіздер. Сол үшін де ондай болмас үшін сол мынандай петиция сияқты демеймін, енді референдум деп кәдімгідей жасап, соған келсем бе, келіспеймін бе, әркімнің қазір 18-ге толған адамның бәрінде де ЭЦП кілттері бар. Мынау дауыс бере алатын жастарына жеткен адамдардың. Сонымен бәрі дауыс беретін болса, қандай керемет деймін де, оның бәрі көрініп тұратын еді. Бірақ сол көрініп тұрғасын ғой деймін, иә, мемлекетіміз сондай электронный варианттан қашып тұрғаны. Қағаздай жақсы ғой деймін оларға, иә, қағаздай. Бұлай да салуға болады, бұлай да салуға болады, ауызбен айта салуға да болады, иә, жеңіліп тұрса да. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді мынау бассыздық, иә?